Сиқырлы шам. Әй, шық дедім ғой мен саған. Шық дедім ғой. Шықпайым деген соң шықпайым. Қап, мынаны я? Сен менің шынымды келтірме. Әйтпесе қазір бар ғой. Не істейсің ал? Айтшы, мені қайтесің? Өз жыныңды шақырда жұмсай бер. Әй, шын? Мен ойнап айттым. Мендегі қай бір шын дейсің? Ашу ғой, ашу. Ашулан бен, шыға көшенді қаны. Қаны келе ғой. Мә саған. Жүгірмек. Көзіңді шығып көрсе құретейін дедің бе? Мен саған көрсетем көресінді. Мен сені көктеңізге лақтырып жіберем. Жатасы сонда, өмір бақи тот басып. Мөк басып десей? Балықтарға жем болып, балдырға оралып, 100 жыл жатасың, түсіндің бе? 100 мың жыл жатсам да мейлі. Әйтеуір сенен құтылсам болды. Мен не істеп қойдым саған сонша? Не істемедің сен маған? Сен мыстандығыңды жасап, уәдеңде тұрмадың. 100 жылдан кейін мен еркіндікке жіберем деген сөзің қайда? 98-ақ жыл өткен жоқ па? 101-ші жыл кетті. Менде бәрі жазулы. 3 тілек орындасаң кетесің деген едің. 3000 тілегіңді орындадым. Шаршадым. Мен неге осы шаршамайым? Сыпырғыммен олай-бұлай шапқылайым да жүрім. Адамдарға жамандық жасайым деп қартайып біттім. Міне, осы кезде 356 жасқа толам. 356? Мен сені 351-де де ойлап жүрсем? Рахмет, мені жасартып тастадың. Шық енді, көзбе-көз сөйлесейік. Денем құрсып қалды-ау. Шай қойып жіберші мыстан. Қане? Қазір. Мәні, бірақ шайға ештеңе қалмақ. Тек мына кептірілген бақа шаян ғана бар екен. Қам жеме, менде тәттілер жетет. Қане? Міне. Тағы не керек? Тәтті бәліш, тоқаш, кәмпит. Болды, жетет. Алмыстан айта бер. Тағы не боп қалды? Ана бір өзге заманнан келген балалар басыма бәле болды. Тып-тыныш жатқан елек. Келді де бәрін бүлдірді. Ол балалар нені бүлдірді? Нені дерің бар ма? Олар менің бүкіл жоспарларыма кедергі болуда. Мен бір жамандық жасай қояйын десем, жасатпайды. Біреуге бір қастандық жасайын дегенде, болдырмай тастайды. Қысқасы, менің Мыстан деген атыма кір келуде. Енді түсіндің ғой, а? Түсінем. Яғни олардың ертегілер еліндегі жамандық атаулығы жаны қас десеңші. Дәл солай. Ал сен оларды осы ертегілер еліне енді қайтып жонамайтындай еді. Қорқытасың ба, үркітесің ба, білмеймін. Әйтеуір бір жолын тап. Сонда ғана мен сені бостандыққа жібере алам. Сөзіңде тұрмай, тағы да алдап кетпейсің бе? Міне, өтірік айтсам, үйім өртеніп кетсін. Ой, шегім-ай. Міне, Мұстанның үйіне де жақындадық. Абай болайық. Мен қорқам. Қорқпа, мен оны көре салсымен бұлтығымен атып тастайым. Ой, атқыштан қалдық қой. Бір ойыншық мылтығың бар, қоймайды екенсің сенде. Ал сенде мұнда мылтық жоқ. Балалар, таласпаңдар, жақындап қалдық. Сау бол, Оля. Рахмет болат. Сонда мына өртеніп кеткен Мыстанның үйі ме? Солай сияқты. Өзі өртеніп кетпеді ме екен? Ол оңайлықпен өртене қоймас. Балалар, ананы қараңдар. Бір нәрсе жылтырап жатыр. Мынау енді ескі шамға ұқсайды екен. Бүйіріндегі оюлары да ескіше. Мұражайға өткізейік ке. Қорқпаңдар балалар, мен осы шырағданның егесім. Сендер әлгі Мыстан айтқан өзге заманнан келген балалар болдыңдар ғой. Мыстан кемпір біз туралы не айтты? Жаман ештеңе айтқан жоқ. Мыстанның бізді мақтамайтыны белгілі.
Біз бәрібір оны жеңбей қоймаймыз. Сен де біздің жолымызға кедергі болма. Әйтпесе... Ашуыңды бас, сары бала. Ондай мылтықтың менде 7 атасы бар. Бұл әзіл әрине. Ал енді әңгіменің турасына көшейік. Мына өздерің тауып алған шырағдан ертегілер елінің заңы бойынша енді сендерге тиесілі. Яғни мына мен де сендерге қызмет етем. Осы кезге дейін мыстан бостандық берем деп мені алдап келді. Соңғы айтқан өтірігінен үйі де өртеніп кетті. Ал сендер өз сөздеріңде тұратын баласыңдар. Сондықтан келісіп болайық. Мен сендердің үштіліктерін орындайын. Есесіне мені босатып еркіндік бересіңдер. Келістік бе? Ойбай, сорлы басым, нем бар ет өтірік айтсам, үйем өртеніп кетсін деп. Енді қайттым. Жыламаңыз. Қазір үйіңіз орнына келеді. Иә, жан, шешейдің үйін баяғыдан да әдемі етіп қайта салып бер. Айтқаның болсын, сары қыз. Жүрегің неткен жұмсақ еді. Рахмет, қызым. Мені ешкім шешей деп құрмет тұтпаған еді. Үйге кіріп қонақ болыңды. Ой, аяғым. Жон, екінші тілекті тыңда. Бостан кемпірдің аяқ қолы жазылып кетсін. Не деген мейірім дедіңдір? Үшінші тілек, енді мыстан жамандық жасамайтын болсын. Бұл тілекті орындау қолынан келмейді. Жамандық та, жақсылық та жүректен шығады. Ал жүрекке әмір де сиқыр да жүрмейді. Балаларым, сендердің маған жасаған жақсылықтарың қатып қалған. Тас жүрегімді жібетіп жіберді. Сендер тіпті өздеріңе тиесілі тілектің бәрін маған жұмсадыңдар. Сендерге уәде берем. Енді қайтып ешкімге де, еш уақытта да жамандық жасамаймын. Рас айтасың ба, мыстан? Өтірік айтсам мына үйім. Тоқта, мыстан, ойлан. Өртеніп кетсін, ал. Мәссаған, рас екені. Тағы бір тілек айтатындай уақыттарың қалды. Бірер минуттан кейін мультфильм де бітеді. Ал, не тілек айтасыңдар? Қане? Қане? Ертегілер еліне саяхатымыз ешқашан бітпесін. Қызықты оқиғалар көп болсын. Бұл тілектерің қиындау екен. Бірақ мен тырысып көрейін. Мүмкін болып та қалар. Ал менше, боспын ба? Иә, сен енді еркіндік дейсің. Еркіндік, алақай. Мен енді ешкімге тәуелді емеспін. Рахмет сендерге, балалар. Sağ olunlar. Alaka.